Алла өзі әссәләм, сендер керісінше былай деп айтыңдар: ат-тахияту лиллахи уас-салавату ват-таййибат деп. Ат-тахияттағы біздің Алла тағаламен екі ортадағы сәлем сөзі қалай өрбу керек, оны пайғамбарымыз үйреткен еді сахабаларына. Сәлем Аллахтың есімдерінің бірі болғандықтан бізге адамдар арасында сәлемді кеңінен жаю бұйырылды. Ассаламу алейкум деп айту Алланың есімін жер бетіне тарату және адамдарға қарай Алланың амандығын тілеу. Бұл өте керемет сәлемдесу. Адам балалары қалай жаратылды? Сол сәтті бір еске алайықшы. Алдымен балшықтан денесін қалыптастырып, кейін оған жан үрленіп, Адам алейхиссалам көзі ең алғашқы рет көзін ашып, құлағы ести бастаған кезде Раббысы Аллах Адам алейхиссалам айтады: анау періштелер тобына бар да ассаламу алейкум деп сәлем бер деді. Олар саған қалай жауап қайтаратынын көр, сосын сол нәрсені Аллахқа айту керек еді. Адам алейхиссалам Раббысының осы бұйрығын алып, періштелерге барып ассаламу алейкум деп сәлемдесті. Сонда періштелер ва алейкумуссалам ва рахматулла деп жауап қайтарды. Аллах тағала осы сәтте Адам алейхиссаламға бұл сенің де, сенен кейін келетін бүкіл ұрпағыңның да сәлемдесуі деп, ассаламу алейкум деп сәлемдесуді шариғат еткен еді. Осылайша адамзаттың алғашқы амандасуы Алланың ассалам есімімен басталған еді, құрметті оқырмандарым. Алланың осы есімі бізге шынайы тыныштық пен жарасымдылықты сездіреді. Жер бетінде адамдармен бейбіт өмір сүру біздің мақсатымыз. Мұсылман тыныштық сүйетін халық, бірақ әділетсіздікке, туған жерлеріне басып кіруге, бөтеннің мал мүлкімізге қол сұғуға көне алмаймыз. Өйткені абыройымызды біз қорғаушымыз. Өйткені Аллахымыз солай тапсырған. Алайда кім шынайы бейбітшілікті қалайтын болса, оған ең бірінші болып татуласуға ұмтылатын да мұсылман екенін ұмытпайық. Мәселен, кешегі үш бидің бірі Қазыбек бабамыз: біз қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан ел